Күкірт қышқылының 40%-ық 150 грамм ерітіндісін дайындау үшін суға қосылатын алюмнің массасын есепте дейді. Алюм деп тұрғанымыз мына SO3 және H2SO4 осы екеуінің қосындысы бізде алюм деп аталады. Енді бұл жерде алюм массасын табу керек дейді. Мына алюм мына жерде тұр, бұны X деп аламыз. Және де SO3-іміз бұл жерде 0,8 моль деп тұр бізге. Күкірт қышқылы 1 моль болып тұр. Енді әрі қарай бұл жерде біз 150 грамм 40% күкірт қышқылы беріліп тұр. Соны жазайық. Күкірт қышқылы 40% және 150 грамм деп тұр. Енді 150 мен 40-ты көбейтеміз екеуін. Және 100-ге бөлеміз. 150 грамм көбейтілген 40% бөлінген 100%-ға. Калькулятормен есептейік. Болады екен 60. Демек, мына жақта бізде күкірт қышқылының таза массасы 60 грамм болып тұр. Енді ары қарай біз бұл жерде мына жақта X-ті қойдық. 60 грамм таза массасын күкірт қышқылының жаздық. Енді біз мына жақта күкірт қышқылы, алюм күкірт қышқылы және күкірт ангидриді екеуі 1,8 моль болып тұр. Сол үшін мына жаққа біз 1,8 моль жазамыз. Енді бұл жерде бізде SO3-те бар ғой, себебі 60% күкірт ангидридінікі болып тұр. Енді әрі қарай 1,8 көбейтемін. Күкірт қышқылының массасы 98 граммға. 98 граммға көбейтіп көрейік қанша болатын. 98 деген ол күкірт қышқылының молярлық массасы балалар. Мінекей. 1 көбейту 2 қосылған 32 қосылған 16 көбейтілген 4. Осы жерден 98 шығады. Енді 1,8-ді 98-ге көбейтейін. Бұл жерде шығады екен 176-да 4 грамм шығады. Мына 60 грамм болды. Мына жақта 176-да 4 грамм болды. Енді мына жақта SO3 мәні бізде молярлық массасы 80 кетем. Есептейтін болсақ. Мына жаққа жазайын. Мр SO3 32 қосу 16 көбейту 3 шығады 80. Онына 0,8 моль болғандықтан 0,8-ге көбейтеміз. Сол кезде шығады 64 болады. 64 қосылған мына күкірт қышқылының 1 молі бізде 98 еді. 98-ге. Енді осы екеуін қосатын болсақ, 64 қосу 98. Бұл жерде 162 шығады екен. Міне біздің қолданатын сандар. Енді пропорция бойынша X тең 162-ні 60-ға көбейтемін. Бөлемін 176-да 4-ге міні. Шығады 55-те 1 грамм. Жауабы 55-те 1 грамм болады.